Жасыл технологияларға деген жауапкершілік, экологиялық шешімдер тек қана үлкен кабинеттерде, үлкен шенділермен шешілетін мәселе емес. Ол сіз бен біздің жауапкершілігіміз. Соның ішінде жастардың да рөлі ерекше. Сәлем достар, сіздермен мен Назерке Сайлау және үздік экологиялық тәжірибелерге арналған Best Practices бағдарламасы. Бүгін біз еліміздің жүрегі Астанадағы бетке ұстар оқу орны Назарбаев университетінде қонақтамыз. Біздің бүгінгі шығарылымыз осы университеттің жас өрендері, студенттер жасаған жобаларға арналмақ. Сонымен қымбатты көрермен, бүгінгі бағдарламада біз Назарбаев университеті, оның ішінде SLL лабораториясының бірнеше жобасымен танысамыз. Соның бірі әрі бірегейі топырақ жобасы. Топырақ жобасының ерекшелігі бұл жоба қазіргі органикаға деген сән мен трендті, сонымен қатар ауыл шаруашылығына пайдалы әсерді және жасыл технологияны біріктіреді. Бұл жерде студенттер биотехнологияның арнайы мақсаттарын, оның адамзатқа беретін пайдасын зерттей отырып, шылаушындарды топыраққа араластыру арқылы табиғи нәрлендіргіш, топыраққа арналған құнарландырғыш алуды ойлап тапқан. Олар ол үшін арнайы тұқымды шылаушындарды алып, оны органикалық қалдықтармен араластырады. Қарапайым тілмен айтқанда, кәдімгі тағамның қалдықтары, оның ішінде көкөніс, жеміс жидектерді топырақпен араластырып, оған шылаушындарды қосу арқылы арнайы биогумус алады. Оның қалай алынатынын осы жобаның қатысушылары толығырақ айтып берсін. Баршаңызға сәлем. Қазір мен сіздерге вермикомпостерлеу әдісіне негізделген жобамыз топырақты таныстырамын. Бұл органикалық қалдықтарды азайтуға бағытталған жоба. Баршамыз білетіндей, қоршаған ортаға шығатын тамақ қалдықтары да үлкен мәселенің бірі. Біздің топырақ жобамыз осы органикалық қалдықтардың зиян әсерін азайтып, қайта ол қалдықтан пайда алуды көздейді. Бұл жобаны университеттің түлектері бастаған. Мен қазір жобаны жалғастырып жасап жатырмын. Қазір сіздерге вермикомпостеріміз қалай жұмыс істейтінін айтып берейін. Ең алдымен біз органикалық қалдықтарды жинаймыз. Ол қалдықтарды университет асханасынан аламыз, немесе студенттер үйінің тұрғындары өздері әкеліп бізге тапсырады. Алдын ала шылаушындар салынған қара топырақ бар. Ол шылаушындардың Калифорния тұқымдасын аламыз. Өйткені дәл осы жәндіктер төзімді әрі көбеюге бейім келеді. Органикалық қалдықтар, қарапайым тілмен айтқанда, тамақ қалдықтарын солаймен топыраққа араластыра салмаймыз. Оның да өз реті бар. Біріншіден, шылаушындар ірі көлемді қалдықтармен қоректене алмайды. Қалдықтарды қалай бар, солай топыраққа сала салсақ, жәндіктер оны ере алмай тіршілігін тоқтатуы мүмкін. Тамақ қалдықтары әбден ұсақтап, аз-аздан салып отыру маңызды. Екіншіден, тек тамақ қалдықтарын ғана емес, шай жұмсартылған қағаз қалдықтары, жұмыртқаның қабыршағында ұсақтап араластыруға болады. Тек сүт өнімдерін салуға болмайтынын ескеру керек. Жалпы вермикомпостерлік әдіс арқылы органикалық қалдықтардан құтылу бұрыннан бар. Ол ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылатын әдіс. Біздің топырақ жобасының ерекшелігі, біз вермикомпостерлеу арқылы қалдықтардан құтылып қана қоймай, табиғи таза химиялық зияны жоқ тыңайтқыштар аламыз. Шылаушындар тамақ қалдықтарымен қоректенгеннен соң арнайы сұйықтық бөледі. Сол сұйықтық биогумус деп аталады. Биогумус ешқандай химиялық қоспасы жоқ, қара топырақтың құнарын жоғалтпайтын өте бағалы тыңайтқыш. Химиялық жасанды жолмен алынған тыңайтқыштар топырақ қабатына зиянын келтіріп, кейінгі жылдары өнім алуға қауіп төндірсе, біздің биогумус қайта топырақ қабатын құнарландырып, оны органикалық тұрғыда байытады. Біздің білім ордамызда жасыл желек өте көп. Міне, біздің биогумус осыларға кетеді. Сонымен достар, жасыл технологиялар деген кезде бізде ассоциация болатын аты шулы атаңызға айналған күн панельдерінің қасында тұрмыз. Осы күн панельдерінен алған электр энергиясы арқылы Назарбаев университетінің кампустарында, ғимараттарында жылу энергиясы бөлінеді. Бірақ
алынатын энергия, жұмсалатын энергия, одан шығатын парниктік газдардың барлығы арнайы есептен өтуі керек. Ал есеп ол мониторинг орталығында жүргізеді. Назарбаев университетінің KZ формасындағы мониторинг жобасы біздің келесі нысанамыз. Сонымен орталыққа кеттік. Сонымен достар, біз Назарбаев университетінің жасыл жобаларының көзі, өзегі, миы саналатын мониторинг орталығына келдік. Энергия тиімділігі қуатты басқаратын мониторинг бақылау орталығы KZ форматында жасалған екен. Ішін көрейікші. Құрметті көрермендер, біз қазір Назарбаев университетінің жасыл жобаларының бірі мониторинг орталығындамыз. KZ форматындағы мониторинг орталығында осы экрандарға барлық есеп графиктер шығарылған. Бұл жерде жылу энергиясы, электр энергиясы, CO2 шығарындылары бойынша барлық мәлімет келтірілген. Жобаларды жасаған, оларды жүзеге асырған, нәтижесін көрген жақсақ. Бірақ бәріміз білетіндей, әр нәрседе есеп болған кезде ғана оның нәтижесі нақты, көзбен көре алатын және өлшей алатын деңгейде болады. Сол себепті осында жасанды интеллекттің көмегімен және бақылауға арналған құрылғылардың көмегімен жасалған жұмыстың нәтижесі көз алдымызда осылай көрініп тұрады. Біздің жобамыз Renewable Energy Dashboard деп аталады. Яғни, тұтынып жатқан энергиямыздың дәл мөлшерін есептеу, оны бақылап, кейінгі шешімдер шығаруға арналған жоба. Біз командамызбен ең бірінші осы платформаның техникалық тапсырмасын жаздық. Кейін жобаның өзін жинауды бастадық. Қазір міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Барлық мәлімет алақандағыдай көрініп тұр. Міне, мына жерде электр энергиясын тұтыну мөлшері әр ғимарат, объект бойынша жеке және жалпы Назарбаев университетінің тұтынатын электр энергиясы көрсетіліп тұр. Мына жерде біз тұтынатын жалпы энергия 4,7 мегаватт. Астана қаласының 95% энергиясымен қамтамасыз етіп отырған нөмірі 2 жылу электр орталығы 510 мегаватт электр энергиясын өндіреді. Біздің университет осы жалпы энергияның 1%-нан азын тұтынып отырмыз. Бұл мониторинг тақтасының не пайдасы бар десек, пайдасы орасан. Осы сандарға қарап отырып, электр энергиясын қаншалықты тиімді, үнемді пайдаланып жатқанымызды көреміз. Егер энергия тұтыну тиімсіз, немесе шамадан тыс көбейіп кетсе, ол да мына индикаторларда бірден көрінеді. Бұл ғимарат әкімшілігіне, бізге энергия бойынша қызмет көрсететін компанияларға пайдалы болмақ. Платформамыздың тағы бір артықшылығы бұл мониторинг жүйесін жылу, су, басқа да ресурстардың жай-күйін бақылап отыруға пайдалануға болады. Жүйе кез келген деректермен жұмыс істеуге тез бейімделіп кетеді. Басынан коды солай жазылған. Мониторинг платформасын құрудың басынан аяғына дейін өзім басқарған жұмыс тобы жұмылдырылған. Командада Архат Бақытханұлы және студент Мейірхан Әбдік сияқты мамандар болды. Тағы бір артықшылық, жүйе жасанды интеллектпен қабыса жұмыс істейді. Мысалы, қарапайым адам, менеджер, қызмет көрсетуші компания мына сандарға қарап, бұның нені білдіретінін, энергияны осыншалықты мөлшерде тұтыну жақсы ма, жаман ба түсінбеуі мүмкін. Осы сәтте жасанды интеллект көмекке келеді. Ол деректердің түр сипатына, сандарға қарап, жағдай жақсы екенін, немесе керісінше дабыл қағу керектігін хабарлап отырады. Осылайша деректер және жасанды интеллекттің арқасында, оны цифрландырудың арқасында энергия тұтынуды тиімді етуге болады. Ал ол баршамыз білетіндей CO2 шығарындыларын азайтуға әсер етеді. Мысалы, міне қараңыз. Мына экранда біздің кампусқа өндірілген электр энергиясынан шығып жатқан CO2 мөлшері көрсетіліп тұр. Өлшем бірлік килограммен. Демек, біздің университет тұтынатын энергиядан ауаға 2198 килограмм көмір қышқыл газы шығып жатыр. Қазір жүйе тек электр энергиясын тұтынуды есептесе, алдағы уақытта су тұтыну, жылу тұтынуды есептеуді қосып, басқа да ұйымдарға ұсыну жоспарлап отырмыз. Жобаның коммерциялықта потенциалы бар. Достар, бір үлкен артықшылық біздің бақылау орталығы, мониторинг орталығы толықтай автономды жұмыс істейді. Яғни,
экологиялық мәселелерді бақылайтын орталық толықтай экологиялық жолмен өзіне энергия алады. Жаңа көрсеткен күн панельдері арқылы электр энергиясын алатын болса, мына күн коллекторлары арқылы күн жылуын жинаған коллекторлардан осы біздің мониторинг орталығына жылу энергиясы беріледі. Сонда мониторинг орталығы сырттан, қалалық жүйеден электр энергиясы мен жылу энергиясын алмай, өзіндік табиғи жолмен, альтернативті жолмен энергия алады. Достар, біз Назарбаев университетінің тағы бір мақтан тұтар жасыл технологиясының бірі геополимер жобасымен танысамыз. Мен қазір үстіме ақ халат киіп, Назарбаев университетінің осындай бірегей жобалар жасайтын зертханасындамын. Маған Анель мен Жания осы жоба туралы айтып береді. Мына қолымда ұстап тұрған сүп-сүйкімді мысық, бұл толығымен атмосфераға шығатын күл тозаңы, тозаңдандырылған шлак және күйдірілген шлактан жасалған. Сонымен қатар ішінде шыны бар. Цементке ұқсайды, бірақ бұның құрамында бірде-бір цемент жоқ. Бұл сонда қалай шыққан материал? Қазір қыздар түсіндіріп береді. Өндіріс пен экономиканың дамуы қоршаған ортаға түрлі зиянды заттардың шығарылуына әкеп соқтырады. Ал ол қоршаған ортаға шыққан зиянды қалдықтар тиісінше өңделмейді. Осы жағдайды ескере отырып, біз атмосфераға шығатын зиянды заттар мен қалдықтарды қосып, минералдар мен белсендіргіштердің химиялық реакциясына туындайтын геополимер жобасын жасап шығардық. Біздің жобаның 3 артықшылықтары бар. Ол бірінші артықшылық ол қоршаған ортаға шығатын қалдықтарды төмендету. Яғни біз геополимерімізде цементтің орнына әртүрлі шлактың түрлерін қолданамыз. Ол біріншіден летучая зола, ал екіншіден ол шлактың бір түрі. Осыны қолдану арқылы біз цементтің орнына ауыстыратын боламыз. Сонымен қатар біз өзіміздің геополимерімізді одан да қоршаған ортаға зиянын төмендету үшін ұсақталған шынына қостық. Сонымен қатар қарапайым бетонға қосатын құмды біз шлактың екінші түрімен алмастырған болатынбыз. Ол біздің бірінші артықшылығымыз болып табылады. Екінші артықшылығымыз ол біздің геополимерімізге неше түрлі қалдықтарды қосу арқылы цемент пен қарапайым құмды қоспай, қоршаған ортаға жағымсыз әсері болмайтын жаңа тауар ойлап табу. Достар, естеріңізде болса, біз алдыңғы бағдарламамызда осындай полимерлі құмды композиттен жасалатын сәулет өнерімен танысқан едік. Бүгінгі осы жобаның да құрамы ұқсас, бірақ бұның ішінде цемент пен құм қолданылмайды. Керісінше, мұнда атмосфералық қалдық болып саналатын күл тозаңы, яғни fly ash деп жазылып тұр, яғни ауада ұшып жүрген күлден тозаң қағылып алынады да, ол осындай қолға ұстайтын, көзге көрінетін ұнтаққа айналдырылады. Одан кейін бізде қож деп аталады қазақша, яғни күнделікті өмірде қолданылатын шлак. Мынау шлактың бірінші түрі, міне маркерленген арнайы атаулармен. Одан кейін міне шлактың екінші түрі. Осылай ұнтақталып, қатты агрегат күйіне жеткізіледі. Ал одан кейін біздің осы бұйымдарымызға беріктік, қаттылық беру үшін кәдімгі қарапайым шыны қолданылады. Мынау шынының 8-ші өлшемі, яғни кішкене үрлеу, кристалл түрінде, неке көріп тұрсыздар. Ал одан кейін оны композитке қосып, осындай әдемі сүйкімді өнімдерді алу үшін ол 100-ші өлшемге дейін осылай ұсақталады. Мінекей, ұсақталған шыны. Осы 5 компонентті қосып отырып, біз цемент болып есептелмейтін, құм болып есептелмейтін, бізге әдемі осындай мүсіндерді, орындықтарды, берік заттарды беретін осындай материал аламыз. Және лабораторияның студенттері, осы студенттер Назарбаев университетінің осындай әдемі мүсіндерді жасаған екен. Не дейміз, тамаша, жастардың ғылым, білімді, жасыл технологияны және көркем өнерді қосып жасаған туындылары керемет.
Достар, қазір мен әдеттегідей процесті сіздерге өз қолыммен көрсетемін. Қазір мен Анель және Жаниямен жаңа көрген геополимерден шыққан мүсінді бірге жасаймыз. Менің қолымдағы ұнтақ бұл күл тозаңы менен шлак араластырылған. Қазір осыны біздің мына араластырғыш тостағанымызға миксерге қосамыз. Ал енді осы шлакты араластыру үшін 30 секунд миксерімізде айналдырып аламыз. Таймер қосылды. Ал енді біз осы араластырылған шлагымызға сумен белсендірілген осы қышқылды құямыз. Мына қышқыл өте қауіпті. Біз сол себепті осылай жасақталып киініп алдық. Қыздар, қалай, осылай құям ба ол? Иә, бұлай бере берсеңіз. Құйдық, енді араластырамыз, иә? Иә. Бұны қанша уақыт араластырамыз? 1 минут. Енді осы араластырылған сұйықтығымызға мына оттегі конвертірленген шлакты қосамыз. Бұл не дейсіздер ғой? Бұл болатты күйдірген, қайнатқан кезде пайда болған қоқыс. Осы қалдықты, қоқысты алып, біз осы композитке қолданамыз. Екінші ол шыны. Тостағанды көтереміз міндетті түрде, сосын араластырамыз. Ал енді мына миксермен араластырылған сұйықтығымызды, массамызды қолмен 1,5 минут тез-тез араластыру керек, өйткені масса қатып қалады екен. Қазір мұнда химиялық процестер болып жатыр, осылай ма? Ал біздің массамыз әбден араласты. Енді біздің қалпымызға құямыз. Бүгін біздің жасайтын мүсініміз ол куб пішіндес. Осылай алып, тура кәдімгі тәтті тоқаш пісіру процесінен аумайды екен. Май жағып алды, алдын ала жабысып қалмау үшін. Дұрыс па? Құйылмалы мүсіндерімізді дайындап болдық. Енді бұлар 1,5 сағатта қатты формаға айналады. Одан кейін оны қалыптан шығарып алу керек, иә? Өйткені олар жабысып қалады. Ал егер бұл цемент болса, оның кебуіне, қатуына 1 күн уақыт кететін еді. Ал бұл арнайы геополимер болғаннан кейін 1,5 сағат ішінде дайын болады. Мінеке, достар, 1,5 сағат өтті. Біздің куб пішіндес мүсініміз дайын болды. Осы сұйықтықтан неше түрлі мүсінде осындай дайын дүниелерді алуға болады. Ал студенттердің жоспары бұл материалдан тек мүсіндер ғана емес, гүлдердің астына қоюға арналған құралдар, орындықтар және берік басқа да қатты қала сәулетіне жататын дүниелерді алу.
Жас келсе іске деп дана халқымыз айтқандай, бүгін жастарымыз ұсынған жобалар әрине көңіл қуантады. Осы жобалар жалғасын тауып, ары қарай өміршеңдігі жалғаса берсе, қоршаған ортаға тиетін антропогендік әсерді мейлінше азайтамыз деген сенімдеміз. Достар, бүгінгі бағдарлама Best Practice бағдарламасының биылғы маусымының соңғы шығарылымы. Сіздермен бірге келесі маусымдарда жолығып, үздік экологиялық тәжірибелер туралы баяндап, табиғатты аялауға ары қарай үлесімізді қосамыз деген сенімдемін. Сіздермен бірге болған мен Назерке Сайлау. Келесі маусымда жолыққанша.